Ғаламтор беттерінде тісті жөндеу шығынының бір бөлігін салық шегерімі толтыра алады деген ақпарат тез тарап еткен болатын. Салық кодексінің 166 бабына сәйкес жұмыс беруші медициналық қызметтерді төлеу үшін салық шегерімдерін тағайындайды. Ол үшін жұмыс орнына медициналық қызмет көрсетілген мекемеден арнайы құжат пен чек және өтініш тапсыру қажет. Бұл жұмысшының жеке кіріс салығын төлеуге деген жеңілдік. Жалпы салық шегерімдеріне зейнетақы жарнасы және ең төменгі жалақы сомасы кіреді. Если рассмотреть чисто на примере, то получается, если 50 тысяч у меня месячная заработная. Салық шегерімдерін жұмысшыға тағайындау үшін арнайы құжаттар тапсырылады. Мысалы, жұмысшы 50 мың теңге жалақы алады делік. Одан 10% зейнетақы жарнасын, яғни 5 мың. Содан кейін ең төменгі жалақы 22.859 теңге алынады. Сонда 22.141 теңге қалады. Жұмысшы 30 мың теңгеге медициналық қызмет қабылдады, яғни 7.859 теңге минус болып тұр. Сонда жұмысшының осы айда жеке кіріс салығы болмайды. Ал ақша қалатын болса, онда содан жеке кіріс салығы алынады. Жалпы жұмысшыға бір жылға медициналық қызмет шығындары 8 айлық ең төменгі жалақы көлемі бөлінеді. Яғни барлығы 182.872 теңге.